главного боя вечера Азамат Дарибеков. Бойцы, у вас главный бой. 3 раунда по 5 минут. Слушай мою команду. После команды СО все действия прекращаются. Покажите достойный бой. Удачи. По углам. Көк бұрыштан Артем Будко, қызыл бұрыштан Байзатбек Абдымаликұлы. Кеттік. Өте бәсекелестік жоғары жекпе-жек күтеміз жігіттерден. Енді Будконың алаңға қадам басқанда берген сәлеміне қарағанда бұл жігіт каратеден келген болуы керек деп пайымдап отырмыз. Кёкушин стилінде, октагонға қадам басқан кезде бас иіп көрді. Көрсетті бізге өзінің бір төл спорттың базасын көрсетіп қойғандай, сондықтан бәлкім бұл жігіт күрестен аулақ болып аяқта тұрып айқасатын шығар деп отырмыз. Ал Байзатбек әлдеқайда әмбебап жігіт екенін ұмытпайық. Сондықтан аяқта тұрып айқасуы мүмкін, керек десеңіз күреске салып жіберуі мүмкін. Егер орайы келіп жатса, ыңғайы келіп жатса, әзірше жігіттер бір-бірін зерттеумен әлек. Бүйірден соққыны жауапсыз қалдырмады Артем Будко. Соққы салып үлгерді. Аяқтар өте жылдам шынымен міне. Қайта-қайта бір алдамшы қимылдарды көрсетіп қояды, аяқпен соққы жасаймын дегендей. Енді сәлемі бір бөлек кірген кезде аяқпен соққыларына қарағанда шынымен де каратеге кем дегенде қатысы бар адам болу керек. Ал Байзатбектің алғашқы шабуылы, тейкдаун жоқ әзірше. Әлі тейкдаун емес. Мұрнан қан кеткен қараңыздар, әлде қабақ жарылды ма? Қай сәтте болған соққы екенін аңғару қиын, бірақ қазір жоқ, мұрнан емес, қабақ жарылған сияқты. Соның өзінде де Байзатбек қазір түк болмағандай шабуылын жалғап жатыр. Екі аяқта орап алуға тырысып отыр. Күрестен тәп-тәуір қорғанғандай. Тамаша. Тағы да аяқты үш бұрышпен орап алмақшы. Маңдайдан қан кетіп жатыр. Бұл жекпе-жекті тіпті тоқтатып тастайтын да бір жарақат болуы ықтимал. Қай сәтте болды екен, аңғару қиын. Міне, Будконың өзі қазір шабуылға көшті. Мойынды қыспаққа алмақшы, ереже бұзуға шақ қалды. Абырой болған. Жақсы алды мойынды қараңыздар. Бэкмаунт бірақ қараңыздар мұна тұстан. Маңдай жарылған екен. Маңдайдан, қан кетіп жатыр. Бұл да әрине жекпе-жекті біраз қиындатады қазір Байзатбекке. Қайта-қайта міне көз жанарына бүйтіп өзінің қаны тамып отырса, әрине бұл спортшыға қатты әсер ететін дүние негізінде. Міне, бэкмаунттан әзірше соққы жаудыруға мүмкіншілік жоқ. Өзінің жауырын жерге тиіп жатыр, Тамаша. Соққы жаудыруға енді бір мүмкіншілік туған екен. Позицияны ұстау оңай емес бұл жерде. Аяқты жерге тіреп қазір бар салмағымен Артем Будко да, Дәк файтер ғой қалай дегенмен. Бар салмағымен Байзатбекті де басып отыруға тырысады. Міне, өте сирек кездесетін аяққа ауырту әдісі. Артем Будконың орындауында, бірақ енді бұндайды демемейде өзі жалпы бір-екі рет көрген шығардың өзім бұл әдістің жүзеге асқан. Тамаша. Жалғастыра беруге болады. Өтті мына жерде соққы. Шынтақпен өте қауіпті соққы болды мына жерден. Мойнынан ұрды. Тамаша.
Тамаша, тағы да міне ереже бұзуға шақ, бірақ әзірше ешқандай да бір ескерту жоқ рефериден, е? Мына тұстан ұрма деп қазір ескертуінде беріп жатыр. Міне желкеден кетті. Бір соққы кем дегенде раундтың соңында Абдумалик Байзатбек өте белсенді. Көрейік. Соққы артып үлгереді. Мен қылқындырасың бірден бас тартқан еді. Раунд Байзатбектікі сөзсіз әрине. Бірақ жарылған қабақ біраз қиыншылық тудырады әрине. Тағы да сол үйреншікті әдетіне басады әрине. Байзатбек барынша тезірек күреске салуға тырысатыны анық. Қалып кейік, аяқтарды бірден қоса бастады. Түсініп отыр. Бірінші раундты беріп қойды Артем Будко. Қазір сол раундтың есесін қайтару керек. Тағы да сол аяқ. Қолдан алмады, қазір аяқтан іліп ап. Арғарай шабуын жалғайын деп еді Байзатбек. Енді дайын болады Будко. Бұдан да сақ болады. Күреске жол атпауға тырысатыны анық әрине. Сәл батылырақ қимылдау керек, қалай дегенмен. Артем Будко. Міне мынадай соққылар өте қауіпті. Қолмен соққыларға келгенде айтарлықтай бір қауіп төндіріп жатқан жоқ әзірше Будко. Бірақ мына аяқтары шынымен өте қауіпті көрінеді. Әрі өте жылдам лақтырды, байқасаңыздар. Кейбір сәттерде тіпті аяқтары қолдарына қарағанда жылдамырақ сияқты, Артем Будконың. Міне тағы да. Осы сәтте кіріп кетуге болар еді ғой күреске. Әдемі оверхенд, міне торға ақырын тіреп жатыр, жақындатып жатыр, кейін артқа бір көп қашып кете алмайтындай. Әзірше орайы келмей жүр, аяққа өтіп кетудің. Міне, оп-оңай тиді. Жап. Дайын тұр. Будко да қарсы алуға біледі. Байзатбектің күресті дайындап жүрген, міне, осындай кезде өтіп кетуге әзірше бел байламайды, әзірше. Бірақ енді қазір кіріп кетсе, 3 минуттай күресу ол да оңай емес. Бәлкім раундтың ортасына дейін дәл осылай күте тұрғанды дұрыс есептеп тұрған шығар. Олай да болады, өйткені өзінің функционалдық даярлығын дейміз, мүмкіншілігін, функционалдық мүмкіншіліктерін дұрыс бағалай білу керек, дұрыс есептей білу керек. Бэкфист. Енді ұнамасын Будкоға бұл соққы тиді қазір, бас қақтығысы тағы да. Енді қабақ жарылған жоқ, ештеңе болған жоқ, не үшін жекпе-жекті екеуі тоқтады. Спортшылардың жекпе-жек тоқтататын хақы жоқ. Тайм-аут деген түсінік жоқ ММА-да, Жекпе-жекті тек қана рефери тоқтата алады. Соны ұмытпауымыз керек. Тамаша. Бермеді бұл жолы клинчті.
Міне енді күреспесе білмеймін. Байзатбек Абдумалик. Артем Будко бір басым тұр деп айта алмаймыз, бірақ өзінің бір басымдылығын нығайтып кету үшін қазір кем дегенде бір тейкдаун жасап 30-40 секунд тым болмағанда 30-40 секунд партып ұстаған дұрысырақ болатын шығар. Иә, жеңісіне сенімді болады, күмән келтірмей. Тамаша, Будкода қазір. Қайтарды жауап. Соққысын тартып үлгерді. Иә, аяқпен соққы көп жасаған жоқ Байзатбек Абдумалик бұл жекпе-жекте. Ал тамаша, қараңыздар, қорғанып шықты. Артем Будко. Енді міне, аяқтан ұстап қалды. Қарсы шабуыл. Будко әзірше тек қана екінші нөмірмен өнер көрсетіп жүр. Бұл да негізі жеңіске жетелейтін жол емес. Бапкерлерді айтып жатыр қазір Будкоға өзің бірінші болып істеуің керек дейді. Бұл да өте маңызды фактор. Кім бірінші болып шабуылдайды, кім қысым көрсетеді. Бұған да төрешілер назар аудар. Әсіресе бұндай жекпе-жектерде өте маңызды рөл ойнайды. Кім көбірек шабуылдады. Тамаша, тағы да қашықтықтан. Дейді, міне, және Байзатбекте қапы қалған жоқ. Раундтың соңында тейкдаун қажет. Иә, бұрынғыдай күйде емес екен енді. Тейкдаун жасайтын күйде емес, Байзатбек Абдумаликұлы. Клинчтен шыға көре қазір дөт тигізген соққы. Енді әдей ұрған жоқ гонгтан кейін. Бұл жерде Будконың да кінәсі жоқ. Шешуші үшінші раунд түктеміз ендеше. Соңғы 5 минут. Енді бір күшінем деп жүрудің қажет жоқ. Енді бар күшін осы 5 минутқа салып тастауға болады. Әсіресе Будкодан енді шабуылдар күтеміз. Қалай дегенмен ұтылып келе жатқан сияқты. Бұл спортшы кем дегенде бірінші раундты берді қарсыласына. Міне, оп-оңай алды аяқты қараңыздар. Қазір Байзатбек Абдумалик, бірақ тейкдаун жоқ. Әзірше қазір екі тізені қосады. Бар, тартып алды. 4 тағанға. Өзі қатты күреспесе де, негізі күрестен қорғану тәсілдерін жақсы бір қойып алған екен, Артем Будко. Қазір Байзатбектің басты мақсаты осы 4 минут бойы тынымсыз күресуге дайын болу. Міне, осынан шығармады, тағы да екі тізесін бір-біріне қосып барып, қорғануға ешқандай бір мүмкіншілік қалдырмай. Астынан шығармай ұстап алды. Міне, тағы да міне екі тізені қосуға шақ қалды, бірақ
Будко орайын тапқандай, қорғанудың. Бәлкім бір аяққа да көшетін шығар қазір. Тамаша. Тейкдаун жасауға тағы да шақ қалды. Жамбасы жерге тиді. Будконың енді позиция керек. Енді нығайту керек позицияны. Әзірше тейкдаунның нақты түпкі мақсат орындалмай жатыр. Бұл қарсыласты 4 тағанда ұстап, соққы жаудыру, не болмаса қылқындыру, ауырту әдісіне салу. Міне салмақпен қазір басып тұру. Байзатбек Абдумаликтің басқа амал жоқ. Будко енді шынымен де аяқта тұрып айқасатын, соққыға ден қоятын спортшы ретінде күрестен қорғану тәсілдерін жап-жақсақ меңгерген екен. Ал қазір аяқтан іліп алды. Жоқ, болмады. Бірақ Абдумалик міне дәл осындай күреске тас түйін дайын. Қорғанып шықты. Ал 2 минуты бар енді. Будконың есе қайтару керек. Раундтың басын беріп қойды алғашқы бөлім. Өзі де түсінді, міне бас салды, бірден кетті алға. Қолды қоса бастады, қолмен бұрын соңды бұлай қатты соққы жасамаған еді. Амаша. Байзатбек әрине қазір күресіп кетудің жолын іздейді. Торға тіреді тағы да. Екі аяқты бір-бірін қосуға мүмкіншілік бермеді бұл жерде. Міне шынтақпен де қазір құлақ шекеден жеңіл болсын әйтеуір мазасын алатын соққыларды салып отыр. Ой, тамаша, тейкдаун бар. Тейкдаун бар. Енді тейкдаунның жалғасы қажет әрине. Жалпы қабағының жарылып кетуі де қатты әсер етті жекпе-жек барысына. Бірінші раундтағы. 1 минут уақыт қалды. Тым болмағанда осы уысынан шығармай ұстау керек. Құтылып шықты Артем Будко. Бас салады әрине. Ең алдымен тәуекел етуге дәл осы спортшы мүдделі. Ал көрейік, соңғы минутта ашық ұрыс бола ма? Алаңның ортасында болмады. Байзатбектің аяқ қымтылған оп-оңай тойтарып жіберді. Будко. Тамаша, қолдан соққы, аяқтан да кетті. Ұтылып жатқан түсініп отыр. Ресейлік, сондықтан қазір нар тәуекел. Ұпай түгел болып көрінеді енді Байзатбек Абдумаликтің. Соңғы секундтарға дейін қалай дегенмен босаңсуға болмайды. Кез келген соққы жекпе-жекті аяқтап тастауы мүмкін. Сондықтан соңғы секундтарға дейін әрине тізгінді өз қолында ұстаған дұрыс. Осы позицияда аяқталатын түрі бар. Қарсыласының осал тұсын таба алды Байзатбек Абдумалик. Төрешілердің шешімін күтеміз. Шамамен кім жеңіске жеткен жанкүйерлерді түсініп отырған болар. Өте тартысты. Жекпе-жек мейн ивентке лайықты жекпе-жек деуге де болатын шығар. Ендеше төрешілердің қорытындысын күтейік. Дәл осы жекпе-жекпен біз Алаш Прай 127 турнирінде аяқтаймыз. Құрмет көрермен, тартысты 15 жекпе-жектің куәгері бізбен бірге куәгері болғандарың үшін рахмет. Төрешілердің шешімін күтейік. Бұл жаңа аяқталған жекпе-жектің ең қызықты сәттері.
Bugungi басты жекпе-жектің нәтижесі. И в главном бою вечера объявляется боевая ничья. Тең нәтиже тіркелді.